Биыл Қызылорда электр тарату торабы мекемесіне 60 жыл. Мереке аясында сала ардагерлері арнайы 60 жылдық төсбелгімен марапатталды. Айтулы күнде салтанатты шараға келушілер қаладағы жаңартылған қуат көздерімен танысты. Өткен ғасырдың 60 жылдарынан бері елге қызмет жасап келе жатқан мекеменің еңбегі ұшан теңіз. Әсіресе көнерген жарық бағаналарын баптап, қысы жазы демей қызмет өтінде жүрген сала мамандарының бейнеті елдің көз алдында. Бүгін ардагерлер қауымын жинап, оларға да 60 жылдықта арнайы бізде юбилейный медаль шығарып, соларды төсбелгіне кигізіп жатырмыз. Енді ең біріншіден бізде үлкен қалай жүріп жатқан мекеме дегесін, ол мекеменің өзі тарихы болады. Ол тарихтың ішінде қалай болады, қиын жылдар болады, жақсы жылдар болады. Ол әр өзінің кезі болады. Соңғы 2 жылдарда үлкен көп жұмыс атқарылып жатыр. Бізге 4 миллиардан астам ақша бөліп жатыр. Оның бізде ақшаның аясында арнайы техниканы, ол біраз жылдардың жаңартылмаған ескі техника болған. Солардың арқасында кейбір мәселелерді біз шеше алмай жүрдік. Сол арнайы техника алғасын үлкен күрделі жұмыстарын атқарып жатырмыз. 2 жылдарда бізде баяғыдан келе жатқан 20-30 жылдан шешілмеген мәселелер, мысалы Сырдария өзеннен өткел деген бізде өтіп жатыр. 33-34 линияларымыз, әуежелеріміз. Олар әбден тозған. Соны осы жылда үлкен жұмыстарын жасап, соны біз ауыстырдық. Жаңа сымды тартып, жаңа бағаналарды қойып, жалпы үлкен күрделі жұмыстар атқарылуда. Мереке аясында 7 ауданнан жиналған 40-қа жуық сала ардагерлер арнайы төсбелгілермен марапатталды. Тұрлыханов Бекайдар. Мерекелік шарада бас қосқан қонақтарды мекеме басшылығы аймақта жаңартылған қуат көздерімен таныстырды. Айта кету керек, 2023-2024 жылдары облыс әкімінің қолдауымен қаржылық экономикалық негіздеме бағдарламасы аясында 3,10 миллиард теңге қаржы бөлініп, Қызылорда қаласындағы электр желілері қайта жаңартылды. Оның ішінде қосалқы станцияларын КТПТ типті қосалқы станциясын ауыстыру, қосалқы станциясы мен орталық тарату пунктілерінің ғимараттарын жөндеу, электр қондырғыларын ауыстыру, электр желілерін жаңарту, 20 дана коммуналды қызметке арналған автокөлігі сатып алынған болатын. Өз басым осы Крек мекемесінде 26 жыл қызмет істеп, қазір зейнетке шықтық. Ал енді мынау енді қарап отырсақ, бұл үлкен қуаныш қой. Ел үшін халық үшін қызмет. Қанша нәрселер өзгерген. Бұл енді тозығы жеткен абыройдың дейді орысша айтқан кездері. Сол тозығы жеткен соған ат салысып, осының бәрін үлгертіп, өзгертіп, жаңа көзімізден көрсетіп, мынау Крек басшысы, мынау ақсақалдар шақырып ардагерлерді. Сол жұмыс деген жұмыстарын көрсетіп, келешек жастар мынау ізімізден келатқан. Солардың қызметтерін көрсетті. Біз марқайып қалдық көріп, жасыратын ештеңесі жоқ. Бұл үлкен жұмыс, ауызға айту оңай. Қазақтың бір жақсы сөзі бар. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Міне, ел жаңарып жатыр. Екінші мынау айналып келгенде кеше қарап отырсақ, техника жаңарып жатыр. Машиналардың бәрін әкеліп, бізде тозығы жеткен ғой, баяғы 70-ші жылғы өзіміз көзіміз көрді, аварияға жету үшін үлкен әулет қиналатынбыз. Мынау Күріш-зауыттың подстанциясы осы Қызылордадағы ең үлкен типовой проекті болды. Осының жаңағы техусловиясы, технадзоры болдым. Бас энергетика 6 жыл жұмыс жасадым. Сосын қалған уақытым мынау Кректе, Кректе 67 жыл 2 август күні кірдім. Атқарылған жұмыстардың арқасында электр желілерінің тозу деңгейі 74%-дан 58%-ға төмендеп, апаттық ағытулар саны 50%-ға азайды. Сонымен қатар облыстық бюджеттен 743 миллион теңге қаражат бөлініп, апаттық ағытулар дер кезінде қалпына келтіруге 9 дана арнайы техника сатып алынған. Арнайы техникалардың тозу деңгейі 67%-дан 52%-ға төмендеген.
Аружан Серікбай, Руслан Жүсіпбеков, Серікбай Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.